Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бұл идеология подкасты YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Соңғы уақытта жаңа конституция жобасы қоғамда кең талқыланып жатыр. Бір тарап қолдап жатса, екінші тарап әлі де соңына дейін түсінбей жатқандар да бар. Сондай-ақ қазір әлеуметтік желіде жалған ақпарат таратып, мына сезімтал тақырыптар бойынша хайп жинап жатқандар да бар. Сол себепті бүгін біз конституциялық реформа жөніндегі комиссия мүшесі Астана қаласында жұмыс топтарында тікелей еңбек етіп жатқан Жетісу облысы мәслихатының төрағасы Гүлнар Қожауылқызы Тойлыбаевамен бірге осы өзгерістерді қарапайым тілмен талқылайтын боламыз. Гүлнар Қожауылқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Онда сізге алғашқы сұрақ. Біз жалпы комиссия жұмысын ашық форматта деп қазір бір бөлігін енді әлеуметтік желілер арқылы көрдік. Дегенмен айтып өтсеңіз, конституциялық реформа жөніндегі комиссияның жаңағы жұмысы ішінен қалай жүргізілді, қалай ұйымдастырылды, талқылаулар қалай өтіп жатыр? Рахмет сұрағыңа. Бұл конституциялық комиссия президент жарлығыменен жақын арада құрылды. Бұл ең негізгі бастамасы осы президентіміздің былтырғы жылы жолдауда, халыққа арнаған жолдауында бір палаталы парламент болады деген мәселеден басталған. Бір палаталы парламент болады дегеннен кейін жұмыс тобы құрылып, қазан айында. Сол жұмыс тобы жұмыс жасай бастағанда саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдардан, азаматтық белсенділерден, барлық халықтың атынан өтініштер, конституцияның байланысты, өзгерістерге байланысты өтініштер түсе бастады. Бұл енді сол бір палаталы парламентке ғана байланысты емес, бүткіл конституцияға қамтитын өзгерістер болды. Бұл енді 2000-нан астам осы күнге дейін өтініштер түскен екен. Сол өтініштердің бәрі жұмыс тобы 6 айдың ішінде саралап, қазір оны салыстырмалы түрде жаңа конституцияның ішіне енгізу үшін осындай конституциялық комиссияның қажеттілігі туындаған. Президентіміз осы жарлыққа қол қойып, конституциялық комиссияның құрды. Бұл 130 адамнан тұрады, және де құрамында заңгерлер, заң ғылымдарының докторлары, профессорлар, академиктер бар. Мынау конституцияны жазуда үлес қосып жүрген біздің сарапшыларымыз бар. Парламент қабырғасындағы біздің саяси партиялардың, фракциялардың жетекшілері бар. Және де әр саланың өкілдері бар. Себебі бұл конституция, ата заңымыз тек қана бір бағытта жазылатын дүние емес. Сондықтан да бұл әр саланың мамандары, сарапшылар қосылып отыр. Және де өңірлерден мәслихат төрағалары қосылды. Барлық облыстардың, қалалардың мәслихат төрағалары қосылып отырмыз республика деңгейінде. Сол 130 адам осы комиссияның төрағасы, Конституциялық соттың төрағасы Азимова Эльвира Әбілқасымқызы, және де төрағаның орынбасары, мемлекет кеңесшісі, мемлекет басшысы кеңесшісі біздің Ерлан Тынбайұлы Карин, және де вице-премьер-министр Аида Балаева. Осы кісілер қазір төрағаның орынбасары. Қалған жаңағы барлық комиссия мүшелерімен бірге түскен 2000 өтініштің қазіргі уақытта салыстырмалы кестесін жасады. Салыстырмалы кестеде конституцияның ішіне қандай өзгерістер кіреді, бұрынғы қазіргі уақыттағы конституция және болашақтағы ұсынылып отырған редакциясына байланысты салыстырмалы түрде баптардың барлығы салынды. Және де 6 отырыстың ішінде өз ойларымызды білдірдік, және де бұл келген өтініштердің барлығы қай салаға келеді, қай бапқа келеді деген мәселелердің барлығы сараланды. Және осыны ескере отырып, мынау 77 бапқа өзгерістер енгізіліп, оның ішінде бұл конституциямыздың 84% құрап отыр өзгерістер. Сондықтан да бұл жаңа конституция болуға лайықты. Яғни жаңа конституция жобасы өзгерістерге ұшыраған деген, жаңа өзгерген деген конституция емес, бұл жаңа конституция жобасы болып айтуға мүмкіндік туды, себебі жаңағыдай өзгерістерден кейін. Бұл соған байланысты жаңа жобасы дайындалды. Және де конституциялық комиссияның жұмысы ашық түрде өтті. Ешқандай жабық түрде бір тар ортада ғана қаралған мәселе емес. Бірінші күннен бастап тікелей трансляция арқылы ресми біздің ақпарат құралдарында жарияланып отырды. Барлығы тікелей трансляциямен жүрді. Және де Конституциялық соттың сайтында сонымен қатар Конституциялық реформа 2026 деген телеграм арна ашылды.
арнайы осы жерде ұсыныстар да, жаңағы айтылған пікірлер де, сол жердегі барлық сарапшылардың да, комиссия мүшелерінің де айтқан ой пікірлерінің барлығы ұсыныстары да сол жерде барлығы ашық жарияланып отырды. Сондықтан да бұл халықтың арасындағы бұл ашық жарияланып отырған дүние тікелей бір техникалық құрал ретінде емес, бұл халықпенен кері байланысты орнату үшін қоғамның қазіргі уақыттағы осы ата заңға өзгерістерге өзінің үлесін қосуына мүмкіндік беру, және де осы ата заң бір күндік құжат емес, бұл біздің мемлекетіміздің ішкі сыртқы саясатын білдіретін, біздің ішіміздегі адам құндылығына байланысты, адам өміріне байланысты, адамның барлық өмірдегі қағидаттарына байланысты жазылған ереже ғой. Біздің болашағымыз бұл ата заңымыз, біздің мемлекеттігімізді білдіретін ата заң болғандықтан бұны осылай ашық түрде талқыладық. Және де соңғы отырыста осы жаңа жобаны Егемен Қазақстан газетінде, біздің мемлекеттік тілде, ресми тілде Казахстанская правда газетінде осы заң жобасы өзгерістермен бірге, жаңағы айтылған ұсыныстармен бірге түгел жарияланды. Енді сол 31 қаңтардан бері халықтың ортасында талқылауда, әлеуметтік желіде барлық адамдар жаңа өзіңіз айтып өткендей әртүрлі жаңағы алып қашпа әңгіме айтып жатқандар да бар. Сондай әңгімелер алып қашпа әңгіме болмас үшін де бұл ашық түрде әлеуметтік желіде жарияланып отыр. Оған әркімнің жаңағыдай алаяқтықпен немесе бір арандатумен айтып жатқан дүниесіне ілеспей ақ, сол ашық арналардан көріп танысуға болады деп ойлаймын. Жалпы шынымен де енді мен докторантурада оқыған кезде Астана қаласында мен осы заң саласында оқыдым. Сол кезде ғылыми жетекшім болатын. Осы 90-шы жылдары жаңағы вице-министр болған өзі Енлік Нұрғалиевна деген кісі, осы заң саласында доктор, профессор. Сол кісілер бұрын айтып отыратын еді, біз 90-шы жылдары осындай заң жобасын жазуға қатысқанбыз деп, соны естелік қылып, тарих қылып. Енді болашаққа сіздер тарих болып қаласыздар енді. Жалпы осындай жаңа ата заңымыздың өзгерістер енгізуге басы-қасында болып еңбек етіп жатқандарыңыз. Онда келесі сұраққа өтейік. Жалпы конституциялық реформалар аясында жиі айтылып жүрген бұл мемлекеттің адамға бағдарлануы дейді. Орысша айтқанда человекоцентричность дейді. Бұл қағидатты қалай түсінеміз, не мағына білдіреді? Жаңа Ілияс өзің айтып өткендей, бұл комиссияның құрамына кірген мәселе тарихта қалудан бұрын үлкен жауапкершілік. Өйткені біз енді жергілікті өкілді органның мүшелері ретінде, халық бізді сайлаған өкіл ретінде, біз халықтың үнін жеткізетін адам ретінде, депутат ретінде қатысып отырмыз ғой. Сонда сол жерде біз осы қазір айтылған нәрселердің бәрін келіп халыққа түсіндіріп жатырмыз. Бірнеше кездесу өткіздім, осы кездесулердің барлығында халықтың ұсыныстары айтылып жатыр әлі де. Сол айтып жатқан ұсыныстарды енді келесі комиссиялардың отырысында қайтадан отырыстар өтеді, сол отырыстарда бұны көтеретін боламыз. Бұл ертең біткен істе сыншы көп дейді ғой. Ал енді жаңағы адамға бағытталған дүние расында да кез келген документ өзі кіріспеден басталады ғой. Осы біздің конституциямыздың жобасында кіріспе және 11 бөлімнен тұратын болды, және 95 баптан тұратын болды. Осы уақытқа дейінгі 9 бөлімнен тұратын, 99 баптан тұратын еді ғой. Енді қазір мынау 95 баптан тұрады. 11 бөлімнен тұратын болды. Бұл осы преамбуласы, кіріспесі, ол негізгі құжаттың негізгі мақсатын көрсететін бөлімі. Сол бөлімінде ең негізгі бірінші құндылығымыз ол біздің осы анау ата бабамыздың байырғы тарихынан келе жатқан осы байырғы қазақ еліндегі ұлы даланың ұрпақтары осы ары қарай да ата бабамыздан келген құндылықтарды сақтай отырып, тарихымыздағы барлық құндылығымызды, салт дәстүрімізді сақтай отырып, қазіргі заманға лайықты білімді, ғылымды, инновацияны жүргізетін ары қарай да осы заң нормалар осының ішіне кіріп отыр. Және де адамның құқығы ең бірінші, ең маңызды баптардың бірі болып отыр. Бұл жерде адамдардың барлығының жаңағы өміріне қол сұғылмаушылық, адамның өміріне жаңағы қиындық туындырмау, заң аясында болсын, мынау өмірде болсын қағидаттарының барлығы сақталуы, және де мынау кез келген мемлекеттік органда болсын, қандай жерде болсын, бірінші кезекте адамға
бағытталу керек екендігін, және бюрократияға салмай, адамның өмірін қиындықтар туындатпай, және де мынау адам егерде бір жаңағы заңды бұзып, егерде бір заң бұзушылықтарға ұрынып жатқан жағдайда, бірінші адамның жаңағы Миранда ережесі бірінші өмірінде ұстау кезінде, адамды ұстау кезінде оған мүмкіндік беріп жатыр. Жаңағы өзі қорғауға адвокат жалдауына мүмкіндік, және ол алғаш ұсталған кезде оған барлық құқығы айтылады. Сіз өзіңіздің құқығыңызға байланысты үндемеуге құқыңыз бар, және адвокат жалдауға құқыңыз бар деген сияқты мәселелердің барлығы. Және де мынау адамның қылмыскер немесе қылмыскер емес екендігін әлі білмей тұрып, жаңағы қылмыстың үстінде ұстаған жағдайда болсын, тергеу жұмыстары басталмай тұрып, адамды ұстауға 72 сағат ұстайтын. Бұнда енді 48 сағатқа дейін қысқартылды. Қысқартылды. Осының барлығы адамның өмірінің жақсартуға, адам заңменен тәртіппен жүруіне бағытталған дүние. Адам өмірін бір кепіл болуына қажетті баптар адам өміріндегі. Сондықтан да мен ойлаймын, егер болашағын ойлаған, болашақта біз осы мемлекетте өмір сүреміз, осы мемлекеттің өсіп өркендеуіне үлес қосамыз, жақсы осы мемлекеттің жақсы болуына біз мүдделіміз деген халықтың барлығы осы ата заңның ішіндегі осы нормалардың бәрін білуі керек деп ойлаймын. Мемлекеттік органдар болсын, атқарушы биліктегі адамдар болсын, жай қарапайым халық болсын, барлығы құқық қорғау органдары болсын, осы заңның нормаларын сақтауымыз керек. Сонда біздің өміріміз бір әдемі өмір, жаңағы халыққа жайлы өмір, болашаққа дамуға үлес беретін өмір болады. Өте жақсы айттыңыз. Шынымен де қазір біз әлеуметтік желілерден қарасақ та, осы ұлы дала, ұлттық құндылықтар, тарихи сабақтастық, мынау жаңағы экологиялық мәдениет, заң мен тәртіп, отбасы, неке мәселелер қосылды ғой. Осылардың барлығын жалпы қоғам жақсы қабылдап жатқанын көріп отырмыз. Оның барлығы енгізілгені құптап отыр. Енді келесі мәселе, енді өзіңіз де жаңа сөзіңізді айтып өттіңіз. Комиссия құрамына еліміздің барлық осы 20 өңірінен мүшелер келіп қатысып жатыр, қосылды. Солар тарапынан бір-екі мысалдар айтыласыз ба? Мынандай ұсыныстар берілді өңірлер тарапынан, енді жалпы халықтың үнін жеткізіп отыр ғой сол жерге барып. Енді бұл мәселеде көбінесе мынандай жаңа өзің айтып өткендей, адамға бағытталған дүниелер көбінесе адам құқығын қорғауға байланысты мәселелер айтылды. Адам құқығын қорғау жөніндегі уәкіл Ластаев Артур Ермекұлы көбінесе өтініштердің, ұсыныстардың көбісін осы адам құқығына байланысты мәселелерді, адамды бір қылмыс үшін 2 рет жазаламау мәселесі, адамды ұстау кезіндегі мәселелер, адамның өміріндегі, денсаулығындағы басқа да жағдайда біз мына Біріккен ұлттар ұйымындағы адам құқығын қорғауға байланысты жазылған ережелер бар ғой. Соның аясында бізде сол мемлекет Біріккен ұлттар құрамындағы жаңағы тұрған мүше ретіндегі мемлекет ретінде, және де мына адам өмірінің ең маңызды біздің байлығымыз, біздің құндылығымыз, біздің ең негізгі құндылығымыз ол адам, және адамның мынау өмірі бізге ең қымбат дүние. Осыған байланысты ұсыныстар айтты, және біздің мынау табиғатты қорғауға байланысты мәселелер айтты, экологиялық жағдай, табиғи ресурстарды пайдалану мәселесі. Осының барлығы қазіргі уақытта адамға қызмет ету керек. Мынау бұрында табиғатты қорғау мәселесі осы уақытқа дейін Таза Қазақстан жобасының аясында жүзеге асырылып жатты ғой. Адам өзінің айналасын таза ұстау, өзінің үйін таза ұстау, үйінің айналасын ұстау, өз басының тазалығы, ішкі мәдениетінің тазалығы. Тазалық деген ол имандылықпенен, айналадағы адамдарға деген таза көзқараспенен, таза мәдениеттілікті көрсететін дүние болғандықтан, біз Таза Қазақстан аясында тек қана айналаны, экологияны жаңағы жақсарту, ағаш отырғызу, көгалдандыру деген мәселемен шектелмей, осы мәселелердің барлығы қазіргі уақытта осы Конституцияның ішіне, жаңа жобасының ішіне кіріп отыр. Таза Қазақстанды, айналаны таза ұстау, қорғау, экологияны, табиғатты
қорғау біздің негізгі құндылықтарымыз. Өйткені біз табиғатта осы ары қарай өмір сүретін ортамыз ғой біздің. Ол орта таза болатын болса, ол бізге жайлы болатын болса, қолайлы болатын болса, онда біздің болашағымызда балаларымыздың да өмір сүруіне барлық жағдай жасалынады деген сөз. Сондай мәселелерді көтерді, табиғи ресурстарды пайдалануға байланысты мәселелерді көтерді, және дегі көтерілген мәселелердің бірі осы мемлекеттік биліктегі тепе-теңдікті сақтау мәселелері. Президенттік билік, жаңағы құрылтай, қосымша бізде енді парламент бөлімі қазір құрылтай деп аталатын болды ғой. Осы құрылтайдың және мына сот жүйесіндегі билік, өзі биліктің үш тармағына байланысты мәселелердің тепе-теңдігін сақталуы, және мына халық кеңесіне байланысты ұсыныстар, халық кеңесінде қандай мүмкіндіктер беріледі. Ол Конституцияда халықтың мүддесін қорғайтын және де бастамашыл, заңға бастамашыл болатын статус алып Конституцияға енгізілуі халықтың үнін еститін, естуші мемлекет екендігін көрсететінін айтты. Бұл жерде бір мәселе, халық кеңесі құрылғанда бұл этносаралық келісімді, татулықты, конфессияаралық татулықты, осындай дүниелердің барлығын жеткізіп отыратын этномәдени орталықтардан 42 адамнан тұрады. Өзі 126-дан халық кеңесі оны президент тағайындайды деді. Оның ішінде 42-сі этномәдени орталықтың мүшелері, баяғы осы уақытқа дейін істеген ассамблеяның мүшелері. Және де бір мәселе, 42 адам ірі қоғамдық бірлестіктердің мүшелері, және де 42-сі маслихат депутаттары менен қоғамдық кеңес мүшелері. Қоғамдық кеңес мүшелері де маслихат депутаттары да халық өкілі. Ірі қоғамдық бірлестіктерде халық өкілі, этномәдени орталықтарда халық өкілі. Осы халықтың өкілінің барлығы, яғни заң шығаруға бастамашыл бола алатын. Бұл осы уақытқа дейін заң шығаруға бастамашыл болатын ол біздің президентіміз және парламент болатын, және де үкімет болатын. Енді мінекей халық кеңесі де кез келген біздің ата заңымызда өзгерістер енгізуге бастамашыл болуға, кез келген заңға инициатива білдіруіне мүмкіндік алды. Бұл алтын көпір болып отыр. Бұл мәселені біздің демократиялық ел екендігімізді көрсететіндігін айғағы ретінде айтуға болады. Және де көп адамдар мынау қазіргі парламентте, мынау әлеуметтік желіде айтып отыр ғой, парламентте пропорционалды сайлау болатын болғаннан кейін бір мандаттық округтен сайланбайды, сонда халықтың дауысын кім естиді деген сияқты. Бұл жерде бұрында пропорционалды парламентте өзі 70% пропорционалды, 30% бір мандаттық округтен сайланған ғой, алдыңғы біздің референдумдағы конституцияға өзгеріске сәйкес. Енді сол өзгерістерге сәйкес енді қазіргі уақытта бұл кәсіби жаңағы парламент болады. Саяси партиялардың да кадрлық жаңағы дамуына, кадрлық іріктеу жүргізуіне, праймериздерді өткізіп мықты жаңағы азаматтарды таңдауына, партия мүшелерін таңдауына да мүмкіндік беріп отыр. Және де бұл сол кәсібилігіменен ерекшеленетін парламент болады. Ал халық үніне бәрібір де сол партиялар өздерінің сайлауалды бағдарламасында сайлаушыларының ойын салады. Сайлауалды бағдарламасының ішіне сайлаушылардың барлық үмітін ақтау үшін сол сайлауалды бағдарламасына салады. Және де мынау халық кеңесі де осы халықтың ойындағы дүниелерді жеткізетін органдардың бірі болады. Енді некеменен жаңағы отбасына байланысты құндылықтарда біздің ата-бабамыздан келе жатқан отбасылық институтты сақтауға байланысты. Ер адам менен әйел адамның арасындағы неке құру мәселесі, отбасын құру мәселесі қазіргі уақытта енді өздеріңіз білесіздер, 93 жылғы, 95 жылғы ата заңымыз қабылдаған кезде біз мынау цифрландырудан алаяқ болатынын біз түсінген де жоқпыз ғой, білген де жоқпыз. Шиықтасақ түсімізге кірген жоқ. Біздің түрімізді, түсімізді, тілімізді, даусымызды салып біреу біздің атымыздан сөйлеп тұрады-ау, ертең алаяқтық жасап сыртынан несе жасайды-ау деген нәрсені ойлаған да жоқ. Осындай деректердің барлығы сақталу үшін, осындай деректердің барлығын заң аясында тәртіпке келтіру үшін осының кіріп отырғаны бұл заманауи талапқа байланысты. Және некеге байланысты да заманауи бір жыныстық деген мәселені осы уақытқа дейін біз естіп те көрмегенбіз ғой, дүние осындай құру туралы. Ал бұл біздің заңымызда, ата заңымызда көрсетілгеннен кейін, осы заңменен тәртіпке жүргеннен кейін басқа да ойларға, басқа да заңсыздықтарға жол берілмейді. Яғни бұндай жағдайда және мынау бір
елдің азаматтығы, біздің Қазақстанның азаматтығы болу керек, қос елдің азаматтығын алуға болмайды деген сияқты заң нормаларының барлығы осы заман талабына сәйкес келген өзгерістер. Бұл қолдайтын дүние, қолдайтын құжат. Және де бұл конституциялық комиссия құрай салатын, қабылдай салатын заң емес. Бұл жалпы халықтық референдумда шешілетін мәселе. Жалпы халықтың референдумға ортаға салынатын мәселе. Қазір енді осы ортаға салып талқылап жатырмыз ғой. Естіген жоқпын, көрген жоқпын деген ел енді білмеймін, қай жерден есту керек екенін. Қазір елдің бәрі әлеуметтік желіде отырады ғой. Газетте, журналдан оқымадым десе, телевизордан көрмедім десе, әлеуметтік желіде отыр ғой. Күнделікті әлеуметтік желіден барлығы тарқатып жатыр. Сол комиссия мүшелерінің бәрі 130 адам болса, 130 адамды әлеуметтік желіде тарқатып жатыр. Басқа ресми сайттардың бәрінде тарқап жатыр. Сондықтан естімедім дегеннің өзі бұл жала болатын шығар. Сондықтан да әрбір жанашыр адам, елім үшін деген отанын жақсы көретін азамат, болашағына жаны ашитын азамат осыны оқу керек жобаны. Сосын танысу керек. Өзі ой болса, айтуға қазір егов порталы арқылы, өтініш арқылы әлі де өтініштер жинақталып жатыр. Сол өтініштер әлі де ескеріледі. Дұрыс айтасыз. Енді дамыған мемлекеттерде бұл жүйе бар. Енді бізде осы конституциялық реформа құрылтайдан басталды ғой. Енді сіздің ойыңызша қалай? Құрылтай жауапкершілікті қазір арттырады ма? Бұл қандай өзгеріс әкеледі біздің парламенттік жүйеге, осылай бір заң шығару үрдісіне? Бұл жерде енді екі палаталы парламенттен бір палатаға парламентке ауысуда ол сенатты жою үшін жасалынған дүние емес. Бұл заң шығаруда жедел, нақты жауапкершілікті мойнына алатын бір палаталы парламент болу. Жаңағы заңды талқылауда өзі 3 деңгейден болады деп айтты осы заң жобасында. Яғни ең бірінші заң жобасын 2 рет қарап шығып, содан кейін заңның әрбір баптарына сәйкес қабылданатын болады. Және де президентке жаңағы қол қоюға жіберілетін болады. Бұндай жағдайда жаңағы заң осы уақытқа дейін парламентте, мәжілісте қаралып, одан кейін сенатқа барып, сенатта мақұлданды, мақұлданбады, қайта қайтып келіп өзгерістерменен жеткенше бұл бірталай уақытты да алып отыр біріншіден. Және де бұл уақыттың қысқаруына да, заңды қабылдауда жеделдікке әкелетіні, және осы уақытқа дейін сенат өзгеріс енгізген, мәжіліс өзгеріс енгізген деген сияқты мәселелер болмайды. Бір ғана палатаның жауапкершілігіне әкелетін дүние. Және де бұл биліктің, басқарудың билігінде бір зиян келтіретін дүние емес. Бір палаталы парламентте бұған өкілеттілігі осы уақытқа дейінгі сенатта болған өкілеттілердің бірталайы құрылтайға беріліп отыр. Президент премьер-министрді, вице-президентті тағайындау кезінде осы құрылтайменен басым көпшілік, жаңағы депутаттардың басым көпшілігі дауыс берген жағдайда сол келісіммен бірге тағайындайды. Бұл да биліктің тармақтарының бір-біріменен қарым-қатынасының тепе-теңдігінің белгісі деп ойлаймын. Және мынау сот төрағалығына, конституциялық сотқа да байланысты мәселелер айтты. Бұл жерде мысалы президент жаңағы өз өкілеттілігінен бас тартқан жағдайда бір денсаулығына байланысты басқа да мәселелерде осы мәселені конституциялық соттың шешімімен ғана, жаңағы комиссия құрылып, құрылтайдың мүшелері бар барлығы осыны дәлелдеген уақытта ғана барып конституциялық соттың шешімімен ғана берілетін дүние. Яғни билік босқадан босқа басқа біреуге беріле бермейтіндігіне, және бұл халықтың сайлауыменен болатын дүние. Президентіміздің жаңағы өкілеттілігі бір мерзімде бір ғана рет сайлануға мүмкіндігі бар деген мәселенің барлығы біздің мемлекетіміздің басқаруындағы ашықтықты, әділеттілікті, заң мен тәртіпті көрсетеді деп ойлаймын. Және президенттің күшті президент, ықпалды парламент есеп беретін үкімет деген тұжырымдамасының аясындағы негізгі бағытты көрсетеді. Жақсы, рахмет. Енді жаңа өз сөзіңізді айтып қалдыңыз, біз комиссия жұмысын ары қарай жалғастырамыз деп. Жалпы қазір алдағы жоспар қалай? Комиссия Астана қаласында жұмысын жалғастырады. Мүмкін өзгерістер қосымша қосыла ма? Осы қазіргі талқылау болып жатқан жерлерден тағы да осындай ұсыныстар алына ма? Енді біз осы 6 отырыстан кейін жаңағы жоба ресми жарияланғаннан кейін барлығымыз аймақтарға қайттық. Қазір аймақта осы телеарна арқылы, әлеуметтік желі арқылы осы жобаны жариялап жатырмыз.
міне бүгін подкастта осы өзіңменен бірге осы мәселені халыққа жеткізейік деп тұрмыз. Бұл да ой салатын дүние деп ойлаймын. Халық не болып жатқан, өмірде не болып жатқан, тарихи кезең болып жатқан осы мәселелерге араласып белсенді болуына жаңа тартып отырмыз. Бұл комиссияның отырысы тағы да жалғасын табады, бізді шақырып жатыр. Бүгін Құдай қаласа жолға шығамын. Тағы да комиссия отырыстары ары қарай жалғасады. Қанша түскен өтінішке байланысты, сол өтініштерді талқылауымызға байланысты осы өтініштердің бәрі талқыланып, қазір міне халықтан түсіп жатқан тағы да жаңа біздің кездесулерімізде мен бірнеше ортада кездесу өткізіп келдім депутаттарменен, мемлекеттік органдардың басшыларыменен, біздің облыстың активімен кездестік, облыстық және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарымен кездестім, қоғамдық кеңес мүшелерімен, қоғамдық бірлестіктердің ұйымдарымен кездесіп шықтым. Сондағы айтылған өтініштерді де жеткіземіз, ұсыныстарды жеткіземіз, және де жаңағыдай электронды түрде қабылданады. Ары қарай да осыны қарайтын боламыз. Дәл осындай күні комиссия отырысы бітеді, біз қарастырып бітеміз деп айта алмаймын. Себебі түсіп жатқан өтініштерге байланысты біз әлі де ұсыныстарымызды, ойларымызды сол ортада жеткізетін боламыз. Жақсы, рахмет Үлкен. Енді жалпы жұмыстарыңыз оңай еместігі көрініп тұр. Біз енді байқап жүрміз, оқып жүрміз. Сіздерге тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен бірге осы жаңа конституциямыздың жобасын және де осы тұрғыда айтылып жүрген актуалды мәселелерді қарапайым тілмен талқыладық. Гүлнар Қожаұлықызы, сізге уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет.